Түлкі, тасбақа және кене. Баяғы заманда бір түлкі, бір тасбақа және бір кене үшеуі жолдас болып келе жатса, бір жерде бір уыс тары жатыр екен. Үшеуі ойласып, мұны тұқым қылып, жерге егіп, көбейтіп, бөліп алайық дейді. Түлкі бір жарды көріп, мен осы жарды сүйеп тұрайын, болмаса құлап кетер деп, көлеңкесін саялап жатып алады. Тасбақа байғұс жер тырналап, кене сорлы тарыны жиып, егіп әлекке түседі. Сөйтіп көп бейнет шегіп піскен соң ол тарыны орып алады. Бастырғанда бір аяқтары болады. Біреу барып түлкіні шақырып келеді. Түлкі келе сала: бұл тарыны үшеумізге бөлуге болмайды, үшке бөлгесін бұл әрқайсымызға қаншадан тиеді дейді. Онан да үшеуміз жарысып қай озғанымыз алайық дейді. Мақұл деп үшеуі бір жерге келіп қатарласып тұрады. Түлкі ал кеттік деп жөней бергенде кене түлкінің башпайына жабысып бірге кетеді. Түлкі өліп өшіп барынша жүгіріп келіп қырманға отыра бергенде кене: әй сорлы, мені басып өлтіресің бе дейді. Ой, сен қашан келдің дейді түлкі. Мен бағана. Ал кеттік дегенде-ақ мен келіп қалғанмын дейді кене. Екеуі дауласып жатқанда аузы мұрны қан-қан болып тасбақа келеді де келе сала: ойбай түлкі, мен бір бәле көріп келдім. Жаңа сендердің артыңнан екі қарагер аты бар, қара бүркіті бар және екі тазысы бар екі адам келіп, жаңа қасындағы түлкі жолдасыңды тауып бер деп менің ауыз мұрнымды қан қылды. Сонда да айтқаным жоқ, осы жаққа қарай келе жатыр дейді. Түлкі: айналайындар-ай, мені айта көрмеңдер, мына тарыны екеуің тең бөліп ал. Мен сендерге риза болайын, олар келсе білмейміз қайда кеткенін деңдер деп тұра жөнеліпті. Сөйтіп тарыны тасбақа мен кене бөліп алыпты.